Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш. Достар, бүгін бізде өте кереметтей видео, достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қайтадан өзіміздің бөлім, салыстыру бөлімі. Бүгінгі бөлімде, достар, біз Қиғашбекпен Шелзиді салыстыратын боламыз. Өткен жолы Кюбраны салыстырған болатынбыз. Ол жерде почти тең болды, екеуінде бөліп жарған жоқпыз, достар. Екеуі де өте керемет ютуберлер. Бүгінгі бөлімде солай Қиғашбек пен Шелзиді салыстыратын боламыз, достар. Ендігі біздің айтатынымыз былай, достар. Сіздерге бір нәрсе сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздерге скилл көрсеткен жақсы ма, әлде, достар, сіздерге осындай салыстыру, анау-мынау бөлімдерін түсіре берейін бе, оны жоғары жақта апарып шығады, соған міндетті түрде белгілеп кетіңіздер. Солай белгілеңіздер деген ойдамын. Қайсы ұнайды, оны міндетті түрде белгілеп комментария жазыңыздар. Сол енді, достар, осы видео басталмай тұрып, міндетті түрде мені арнама тіркеліңіздер, достар. Арнама тіркелсеңіздер, мен өте қуанышты болатын едім, достар. Себебі біздің әрбір қосылған көрермен, ол маған өте маңызды, даже әрбір подписчигім мен үшін өте маңызды, және әрбір подписчигім өте қатты жақсы көремін, достар. Сондықтан міндетті түрде арнама тіркеліңіздер. Лайктарыңызды басыңыздар, армай теп деген лайкты осындай кереметте адамға қуаныш сыйласаңыздар, сіздерге де өте керемет деп ойлаймын, достар. Сондықтан да міндетті түрде арнаға тіркелесіздер деген ойдамын. Және лайктарыңызды басыңыздар, және жанына шыққан қоңыраушаны да басып кетіңіздер. Бұл мені каналдың шарттары да десек те болады, достар. Мен сіздерге, если осылай тіркелсеңіздер, арқары мотивация алып, күнде видео түсіріп тұратын боламын, достар. Сол енді, ал біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Достар, бізде ең алғаш ол екеуінің подписчиктер саны. Бірінші раунд бойынша енді смело Қиғашбек жеңеді, себебі ол ютубқа Шелзиден бұрын келді. Сондықтан ешқандай реніш болмайды деген ойдамын. Подписчиктерде олай негатив пікір қалдырмайды деген ойдамын. Олай сөзін ластап осындай кереметтейді. Екеуін бөліп жармай негатив пікірде қалдырмауларыңызды сұраймын. Комментариядағы боқтаудың ешқандай қажеті жоқ, мынау мықты деп, достар. Бұл просто жай ғана қызық үшін. Бірінші раунд бойынша сонымен Қиғашбек жеңеді, достар. Қиғашбекте қазіргі таңда 300 мыңнан аса подписчик, ал Шелзиде 200 мыңнан аса подписчик. Оны көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Достар, екінші раунд ол екеуінің каналдарының безендірілуі, яғни авасы мен шапкалары, достар. Авалар мен шапкаларында, достар, бірінші көріп тұрғандарыңызда Шелзидікі өте керемет стиль деп қаншама рет айтам, осы Шелзидікі өте жақсы, өзінің фишкасы бар, бөлек мысықтың сурет тұратын. Бұл өте керемет деп ойлаймын, достар. Екінші көріп тұрғандарыңызда Қиғашбектікі де өте жақсы, жаман демеймін, достар. Қиғашбектікі де маған ұнайды 3D форматта. Әрине өте керемет жасалған. Менің ойымша бұл жерде екеуіне де 2-2, екеуіне де 1-1 балдан беретін сияқтымын. Яғни екінші раундта 2 балды бұлар теңдей бөлісіп алады, сонымен 1-1. Ал общий счет бойынша есеп 2-1. Достар, біз әні-міне дегенше келесі 3-ші раундқа да келіп жеттік. Бұл раундта, достар, екеуінің соңғы шыққан видеоларының просмотрын салыстыратын боламыз, достар. Бұл жерде қараңыздар, бірінші болып Шелзидікі өте просто ауф актив, просто, достар, 231 мың. Ема просто жест просмотр, ал міне екінші Қиғашбекті өте керемет 194 мың. Бұл жерде Шелзи ұтатын болады. Сонымен есеп тең-тең 2-2. Шелзиға 1 ұпай береміз. Достар, бізде осы раундта, екеуінің общий просмотрларын санайтын боламыз, достар. Бұл жерде бірінші көріп тұрғанымыздай Қиғашбектікі 19 миллион просмотр, өте керемет, просто жест. 19 миллион просмотр, ал келесі Шелзидікі 11 миллион просмотр, яғни ютубқа кеш келгендіктен сәл аздау болып тұр, бірақ сонда да Қиғашбекке 1 балл береміз. Сонымен есеп 3-2, солай енді. Достар, бізде келесі екеулерінің, Қиғашбек пен Шелзидің ең бірінші видеолары бар ғой, ең бірінші видеоларының просмотры қандай болды екен ютубқа келгенде, соны айтатын боламыз, достар.
Бұл жерде айқын басымдылықпен смело Шелзи ұтады. Шелзиді Қоянбаевпен түсірген видеода 181 мың просмотр. Просто по-моему, Қиғашбекте 100 мың ба, сондай, короче. Солай енді достар, Қиғашбек бұл жерде смело атылып тұр деп шек бітсеген. Қалдың бұл жерде, яғни Шелзиға береміз достар, Шелзи алады. Сонымен достар, осымен бізде есеп теңде тең 3-3 болды. Сіздер қай ютуберді қатты көресіздер, немесе қай ютуберді қатты жақсы көресіздер, соны міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқып, лайк басып кететін боламын достар. Солай бүкіл не ойларыңыз бар комментарияға жазыңыздар, мен оқимын. Короче, солай достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоңызға лайкты басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Солай енді. Келесі кездескенше, сіздермен бірге болған мен Флэш, аман өскенше, ал давайте қалтаңызда, пока-пока, чау.